Келе жатқан барыс жылында дастарханыңызды бар стилінде жайғыңыз келе ме? Сәлем, сіздермен бірге Асхана ТВ. Бүгін өте дәмді болып шығатын тигровый пирог дайындаймыз. Ол үшін бізге 3 дана жұмыртқаның үстіне қантымызды салып, жақсылап тұрып миксерлейміз. Массамыз 2 есе ұлғаю керек, міндетті түрде 2 есе ұлғаю керек. Кейін үстіне айранымызды құямыз. Сұйық майды. Және мен мұнда алдын ала сәбізді пюресін дайындап қойдым. Сіздер дайын күйінде сатып алсаңыздар болады. Не болмаса мен сияқты ұсақтап турап ыстық суға қайнатып бір блендермен езіп алсаңыздар болады. Осының барлығын жақсылап араластырамыз. Кейіннен ситомызды қойып, ұнымызды өткізіп аламыз. Лопатканың көмегімен жоғарыдан төмен қарай араластырамыз. Сол кезде массамыз түсіп кетпейтін болады. Араластырып болғаннан кейін кішкене ғана бөлігін кесеге құйып аламыз. Бөліп алған массамызға какаомызды араластырамыз. Какаоңыздың түйіршіктер болатын болса, осылай сито арқылы өткізіп алыңыздар. Араластырамыз. Және кейін мен какао қосылған қамырымды кондитерлік қалташаға құйып алдым, өзіме ыңғайлы етіп. Енді осылай кезектесіп формамызға құйып шығамыз. Форманың диаметрі менде 24. Барлығын құйып болғаннан кейін пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 40-50 минуттай пісіріп аласыздар. Әркімнің пеші әртүрлі болғанда міндетті түрде 30 минуттан кейін асқаннан кейін пирогымызды шпажканың көмегімен тексеріп алыңыздар. Пирогымыз дайын, өте керемет жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жаңа жылдың қарсаңында сіздер де осыны пирог жасап көріңіздер, өте керемет жұмсақ болып шығады. Сіздерге осы видео ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.